құрметті оқушылар, бірнеше сағат бұрын жүректеріміз лүпіл қағып, қобалжыған сәттер де артта қалды. Осы уақытқа дейін игерген білімдеріңізді ортаға салып, саралап, қазылардың алдында баяндап шықтыңыздар. Олимпиада өз мәресіне жетті. Шыбылым академиясының вице-президенті Грищенко Валентина Федоровна беріледі. Уважаемые коллеги, вот и подходит к концу сегодня удивительный праздник. Праздник для нас, праздник для вас. Мы были очень счастливы слушать вас. Потрясающее ваше выступление. Все готовились очень добросовестно. Все выступали хорошо. Поэтому я еще раз поздравляю вас с этим удивительным праздником, с окончанием Олимпиады. И сегодня вы получите заслуженные награды. Но что я хотела сказать, уважаемые коллеги, друзья. Вы, пожалуйста, не забывайте, что сегодняшняя Олимпиада, она проходила в рамках Малой академии МО. Со всего Казахстана приехали самые талантливые, самые умные, самые способные, самые красивые дети. Вы, может быть, для кого это сегодня первый шаг в науку. Вы можете участвовать в конференции, научно-практической конференции Малой академии МО, которая проходит ежегодно в Казахстане по 22 направлениям науки. И кем бы вы ни выросли, поедете, может быть, учиться в дальние страны, будете контактировать с зарубежными учеными, вы должны всегда помнить, что вы представляете Казахстан. И от того, как вы представите, от того, каким вы будете специалистом, будут судить о Казахстане в целом. Скажут, да, Казахстан, вот эта страна, вот там такие умные, такие хорошие, талантливые ученые. И это ваш труд, потому что вы начинаете со школьной скамьи, и вы обязательно придете к науку. У нас есть данные, вот те мамовцы, наши мамовцы, которые 40 лет назад начинали, они, очень многие из них сейчас в науке, это известные ученые. Так что я желаю вам больших творческих дальнейших успехов, встретиться на научных международных конференциях. И опять не забывайте, что вы – это лицо Казахстана. Вы должны этим гордиться. Спасибо вам, дорогие, за все. Келесі құттықтау сөз Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру әдістемелік орталығының кеңесшісі Асанқызы Оразгүл Асанқызына беріледі. Құрметті жас достар, конференцияға қатысушы ата-аналар, ұстаздар, мынау 2 күндік керемет шара өзінің мәнерлі мәртебесіне жетті. Жеңістерің құтты болсын. Кешегі форумда, бүгінгі Олимпиадада сендердің өнерлеріңді көріп, жазғандарыңды оқып, ынталарыңның барлығын тыңдай отырып, біз өздерінің де, ұстаздарың да керемет еңбектерінің нәтижесін көрдік. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру дегендегі мақаласына сай келетін, рухы биік, жаңа бағытта, өте сауатты, бәсекеге қабілетті, болашақ жас қазақстандықтардың өсіп келе жатқанына мен қатты қуандым. Сендер сахнадан сөйлеткен Әлихан, сахнадан сөйлеткен Ахмет, сахнадан сөйлеткен Маржан, армандаған тәуелсіз дербес Қазақстанның бақытты ұрпағысыңдар. Сол кісілердің арманын жүзеге асырып, елбасының мақаласындағы сендерге айтқан өсиеттеріне лайық болу үшін дәл осындай болулары керек. Мен сендердің барлықтарын жеңімпаз деп есептеймін. Өйткені еліміздің астанасына келіп, мынау оқушылар сарайының ішінде өз үлестеріңізді алыңдар. Қазір өте көп
сендер өздеріңнің марапаттарыңды аласыңдар. Осы марапат сендердің білімге деген, ғылымға деген, елге деген құштарлықтарыңды арттырсын. Дендерің сау болсын, жолдарың ашық болсын. Абайларың мен ағайларыңның, әсіресе Нұрша Алжанбаевның сабырлы кешенді технологиясымен оқып, кез келген мектептегі оқушыдан ұлттық мәселеде өз ұлтының өкілі ретінде мемлекетті сүйетін азамат болып шығатындарына мен шын сенемін. Ақ жол! Қуанышты сәтте келді. 17-ші республикалық ауызша командалық олимпиадасының қорытындысын және марапаттауын жасау үшін сахна төріне сатылай кешенді оқыту технологиясының авторы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің филология пәндерін оқыту кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, Ресей жаратылыстану ғылымдар академиясының корреспондент мүшесі, Қазақстан Республикасының Кіші ғылым академиясының вице-президенті, Алматы облысы, Райымбек ауданының құрметті азаматы Оразақынова Нұрша Алжанбайқызын шақырамыз. Құрметті қонақтар, қадірлі ата-аналар, қымбатты менің тілді, ана тілін сүйген сүйікті шәкірттерім. Осы шәкірттерді білім жолында осындай үлкен мәртебеге жетіп отырған қадірлі ұстаздар. Сіздердің бір жылғы жасаған еңбектеріңізді саралап, оның жемісін көретін жылдағы біздің осы мамыр айындағы Қазақстан Республикасы Кіші ғылым академиясының ауызша командалық олимпиадасы. Биыл 17-ші олимпиадамыз өтіп отыр. Осы олимпиаданы өткізуге мүмкіндік жасаған, осыған қамқоршы болып отырған Қазақстан Республикасы Кіші ғылым академиясының вице-президенті Валентина Федоровнаға бір қол соқсаңыздар екен деймін. Міне, қазақтың жалпақ тілімен айтқанда тойдың болатысынан болғанынан болатысы қызық дейді. Сіздер бір жыл бойы осы олимпиадаға үлкен дайындықпен, үлкен іріктеуден өтіп келдіңіздер. Жүзден жүйрек мыңнан тұлпарларға келіп отыр деп біз есептейміз. Сондықтан да бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Әсіресе осы олимпиадаға дайындап келген ұстаздарға мыңда бір рахмет айтқым келеді. Әрбір облыстан келіп отырған мұғалімдер үлкен қиындықпен, ерекше бір дайындықпен, қиналыспен келіп жатыр. Біз сіздердің әрқайсыларыңыздың жүрек жарды үндеріңізді естиміз. Сол үшін де осындай қиыншылық болса да жұмысты ұйымдастырып отырмыз. Әрине, биыл жылдан жылға өсіп келе жатырмыз. Былтыр бізде 252 бала қатысатын болса, биыл 350 бала қатысып отыр. Бұл ойлаймыз біздің мұғалімдеріміздің жалпы білімге деген, тілге деген, мынау ұрпақ алдындағы өзінің борышына деген жылдан жылға осындай мұғалімдеріміздің саны көбейіп жатқанына біз қуаныштымыз. Енді марапаттау сәтіне көшейік. Мақтау қағазы Оразақынованың сатылай кешенді оқыту технологиясы бойынша өткізілген тілім менің тірлігімнің айғағы атты 17-ші республикалық ауызша командалық олимпиаданың өтуіне қолдау көрсетіп, ынтымақтастық және әріптестік танытқаны үшін Алганбарова Сәуле Кәжибековна марапатталады. Дәл осы үлгідегі мақтау қағазымен марапатталады. Нұртекова Гүлназ. Келесі дәл осындай мақтау қағазымен марапатталады. Астана қаласы гуманитарлық заң университетінің доценті Примбетова Маржан.
Келесі Сагиева Нұрлығайын. Бар ма? Мақтау қағырмен Тархан бейінен сізен шексіз байлық екенін Қазақстанның жанашыр елін Сыздықова Базаргүл. Жамбыл Жабаев атындағы нөмір 4-ші мектеп гимназиясының директоры. Алласы керен, ақан екенін Орта мектептің директоры Мұхамеджанова Арай. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университет филология институтының директорының оқусы жөніндегі орынбасары Гүлдариға Ерекебаева. Күшімен ер бабалардан еңшеген Сатылай кешенді оқыту технологиясының Астана қаласы бойынша бастауыш сыныптар модераторы Айгүл Қайруллақызы. Сатылай кешенді оқыту технологиясының Астана қаласы бойынша қазақ тілі пәнінің модераторы Сайлаугүл Исламбекқызы марапатталады. Сатылай кешенді оқыту технологиясының Астана қаласы бойынша қазақ әдебиеті пәнінің модераторы Самал Жақсылыққызы марапатталады. Астана қаласы нөмірі 74-ші мектеп гимназиясының директорының ғылыми ісі жөніндегі орынбасары Байтас Гүлшат Беркібайқызы марапатталады. Сатылай кешенді оқыту технологиясының Жамбыл облысы бойынша модераторы Мұхтарова Есенгүл Мұхтарқызы марапатталады. Астана қаласы нөмірі 52-ші мектеп гимназиясының директоры Ұлбосын Бекмұрзаевна марапатталады. Астана қаласы нөмір 66-ші мектеп лицейінің директоры Шаяхметова Айтжан Елмұханова марапатталады. Астана қаласы нөмірі 74-ші мектеп гимназиясының директоры Нүсіпжан Жеңіскүл Темірханқызы марапатталады. Орталық Азия университеті халықаралық және әлем тілдер кафедрасының меңгерушісі филология ғылымдарының кандидаты Түсіпова Алма Көпбаевна марапатталады. Алматы технологиялық университеті биотехникалық кафедрасының доценті, биология ғылымдарының кандидаты Шаяхметова Антақ Шаяхметовна марапатталады. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының аға оқытушы Валиева Майра марапатталады. Алматы қаласы Бостан ауданы нөмірі 145-ші Әл-Фараби атындағы жалпы білім беретін мектеп директоры Абықанов Алмаз Рафатович марапатталады. Инновациялық Евразия университеті біліктілікті жетілдіру институтының директоры Тұрсынова Майжан Шынбайқызы марапатталады.
Қазақстан облысы білім басқармасы оқу әдістемелік кабинетінің директоры Хамзина Аягөз Орынбайқызы марапатталады. Сүлеймен Демирел атындағы университет филология кафедрасының қауымдастырылған профессоры Құралай Төлегенқызы марапатталады. Сатлай кешенді оқыту технологиясының Батыс Қазақстан облысы бойынша модераторы Каримулина Райхан марапатталады. Алматы облысы Талғар ауданы білім бөлімінің әдіскері Көшербаева Света Сайдақбаровна марапатталады. Алматы облысы Талғар ауданы нөмірі 49-шы жалпы білім беретін орта мектептің директоры Асанова Алмагүл Махамбетяровна марапатталады. Қызылорда қаласы Байтұрсынов атындағы орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі Лаура Майдановна марапатталады. Жамбыл облысы Рысқұлов атындағы